Жаңбыр адам. Әдетте жаңбыр үйден шыққан кезде басталатынын байқайсыз ба? Құдды бір ізіңнен қалмай қуып жүргендей. Ашуланайын деп тұрдым да ойға шомдым. Бұл оның жұмысы ғой. Мен жұмысқа бара жатырмын. Ол да. Оның да өз кестесі бар шығар. Кейде сен сол кестеге сай кеп қаласың да, жаңбырдың астында қаласың. Ойланған сайын жаңбырмен ұқсастығымыз неткен көптеген тоқтамға келдім. Аяқ астынан құйып кететін таңғы нөсер сияқтымыз. Сол сәтте қол шатырсыз желең шыға салғаныңа өкінесің. Кейде мамырдың ақ жауыны секілдіміз. Найзағай шатырлап, күнді түнге ұластыра тоқтаусыз жауатын ақ жауын. Бір нәрсеге ренжігендей. Кейде соқыр жауындаймыз. Күн жарқырап тұрса да, бейпаздап, байқатпай жауып өтеміз. Сондай жылы, сондай тәтті жауын. Кейде түнімен терезені тырсылдатып шығатын жылы жауындаймыз. Тамшысын санап жатып, ұйықтап кетеміз. Кейде көңіл құлазып, бұлт басқандай түнеріп жүреміз. Ұзаққа созылатын жауын. Оның тамшыларын көздің жасымен ғана салыстыруға болады. Сондай сәтте жаңбыр адам болатындай сезіледі. Сенің өміріңе бекерден бекер келмейді. Олар бар қайғыңды жуып кететіндей. Жолдың шаңы мен кірін жауып басатын жаңбырдай. Олар айналаны ерекше, таңғы шықтың жұпарына бөлейтіндей. Оларды көптен күткен жауынға ұқсатуға болады. Қуаңшылықтан кейінгі жаңа өмірге нәрі беретін жаңбыр. Өкінішке орай, сол адам жанымызға жуи бергенде, көкірек көзіміз соқыр боп қалады. Бұл кездесуді қалыпты жағдай, болуға тиіс таныстық деп қабылдай саламыз. Ал шын мәнінде ол жаңбыр адам еді. Олар кейде жылап қалады. Олар жыласа мәңгілікке жоқ болып, сағымға сіңіп кетеді. Олар да кәдуілгі адамдардай қисынсыз өмірін сүруге кетеді. Лиля Град.